Özdevlerimiz nemeге karamaydı mı? Ardına karamay ketip kalıp bizдің балашақтар. Енді ол не ғой, кішкене асық ұстау болған жер, өздеріңіз уақытысында шықпаған шығарсыздар. Сәл сағатта қарап отырмысыздар ма өздеріңізде? Айтылған уақытта сол уақытта шығу керек қой. Арқасына қарап тұрса болады ғой. Шофер деген. Біз енді жаңадан шықтық. Енді иә, айтып қоямыз, шофер бар. Енді ренжімеңіздер, біз қазір айтамыз. Оған жақсы қарайды. Yani bizге жан топқа жаңадан бала кетті, кән таныс. Оның да ойыншықтары көп екен. Топта оның да ойыншықтар бар. Апай, әжет, неге шығамыз ба? Кешірге шыға? Мен мамам бастық, мамам айтып берем. Балабақшасына келген, осы балабақшаның арасына дейін балабақша деген керуеніміз бар ма? Алтынай деген сіздерге балабақшаларыңызға. Үйретеміз, сәл ұяңдаусы. Өздеріңіз ашасыздар қызымды. Сәл ұйымдастау қызым менің. Қаласың ба? Қарашқандай әдемі балалар. Жарқынсың. Сонымен отырған болмайды. Арзекан апай, сәл үйреніп енді қызым. Отырған болмайды, өзіміз кейін не қыламыз біз? Жыласында шақырамыз. Балабақша Төменге түсеңіз, екінші зданияға барсаңыз, екінші есікте Назгүл деген апай бар, сол кісіге барсаңыз, өте беріп жібереді. Бердің ба екеуің достасып алдыңдар ма? Бермеймін. Апай, оға дейміз Тұрсынай апай шақырып сендерге кішкене өлең айтып жіберейік, иә? Тұрсынай апай, балалар жүгіріп үшін кішкене бір өлең айтып жіберейікші. Машы? Ал балалар, қайырлы таң. Жақсы келдіңдер ме балалар бақшасына? Жарайсыңдар менің ең сүйкімді балапандарым. Сендер үшін біз бір жақсы ән орындаймыз. Яғни тыңдаңдар бәрің.
She